Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Симбаева Алла Мақсұтқызы, Зерде мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыздың тақырыбы етістік. Ал сабағымыздың мақсаты бүгінгі сабақтағы тірек сөздердің негізінде осы мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнды болжау және түрлі бағытталған сұрақтарға жауап беру. Сонымен қатар ең бастысы дара және күрделі етістіктерді анықтау және етістікті анықтау болып табылады біздің сабағымыздың жалпы тақырыбы. Ал олай болса, балалар, біздер бүгін етістіктен қоршаған орта деген бір үлкен бөлікті бастағалы отырмыз. Балалар, қоршаған орта деген не? Сендер ол қоршаған орта деген сөзді қалай түсінесіңдер? Міне сендердің экрандарыңызда қоршаған орта туралы түрлі ассоциация жасалынған. Назар аударыңыз, қоршаған орта дегеніміз ол сені айналаңды қоршап отырған жан-жануарлар, өсімдіктер, табиғат құбылыстары, бұның барлығы адамдар олармен бірге әрекеттеседі. Яғни бұл қоршаған орта. Ал енді осы қоршаған орта деген бөлімге біздер қоршаған ортаны танимыз және осы қоршаған орта туралы ізденеміз және жануарлар туралы әңгіме, оқиға құрастыратын боласың. Ал енді балалар, сіздер сабаққа дайынсыздар ма? Олай болса, біз өткен сабақта білімімізді еске түсірейік. Ол үшін сіздермен бірге 7 сұрақ деген ойын ойнағым келіп тұр. Ойынға дайынсыздар ма, балалар? Кәне, бірінші сұрақ. Ал әрбір сұраққа әдемі сыйлықтар, әсем сыйлықтар алатын боласыздар. Назар аударып отырамыз сұраққа. Бірінші сұрақ. Сөз таптары нешеге бөлінеді? Кәне, кімде қандай жауап бар? Жарайсың, тамаша. Олай болса, сұрақтың жауабын назар аударайық. Ал бастауыш сыныпта біз білетін 4 сөз таптары бар. Жалпы сөз табы 9 болып келеді қазақ тілінде. Жарайсың, сыйлығыңды ала ғой. Екінші сұраққа кеттік. Екінші сұрақ. Зат есім деген не, балалар? Кәне ойланамыз. Есімізге түсірейік. Тамаша. Жарайсың. Сенің жауабың өте дұрыс. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөз. Тамаша, сыйлығыңды ала ғой. Сыйлық саған ұнап жатқан болар, балалар. Кәне, келесі сұраққа жауап берейік. Үшінші сұрақ. Зат есімнің қандай сұрақтарын білесіңдер? Кәне ойланамыз. Әрине, дұрыс. Дұрыс. Зат есімнің сұрақтары. Кім, кімдер, не, нелер? Сыйлығыңды ала ғой. Жарайсың. Келесі сұраққа назар аударайық. Төртінші сұрақ. Төртінші және бесінші сұрақты бірден қойып кетейін, балалар. Жалқы есім деген не? Ал жалпы есім деген не? Кәне ойланайық. Кәне, тамаша. Жарайсың. Жарайсың. Кәне, сұрақтың жауабын қарай қояйық. Дұрыс, жалпы есім және жалқы есім. Әрбіреуіне бір-бір сыйлық алатын боласың. Тамаша. Жарайсың. Егер жауап беруге қиналсаң, онда бұрынғы өткен материалдарды тағы бір қайталап ал. Жарайсың. Келесі сұраққа назар аударайық. 6-шы және 7-ші сұрақ бірге қойылады. Зат есімнің жекеше түрі деген не? Зат есімнің көпше түрі деген не? Кәне ойланайық. Жекеше түрі, көпше түрі. Жарайсың, тамаша. Егер сұраққа қиналсаң, онда тағы да ойланып көр. Жарайсың. Зат есімнің жекеше түрі. Кім, не деген сұраққа жауап берсе, ол зат есімнің жекеше түрі болады. Ал егер не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін сөздерді біз
затесіні көпше түрі деп атаймыз. Мінекей суретте тұр. Қозы, қозылар. Тамаша. Екі сыйлықты бірге ала ғой. Тамаша, жарайсың. Мінекей балалар, біздер 7 сұраққа да өте тамаша жауап бердік. Кәне, қанша сыйлық жинаппыз? Кәне қарай қояйық. Ой, тамаша, жарайсың, өзіңе қол шапалақтап қой. Мінекей балалар, сіздер бүгін білімнен көптеген сыйлықтар алдыңыздар. Олай болса балалар, біз сабағымызды, жаңа сабағымызды бастаймыз. Кәне бәріміз оқулықтарымызды алайық, дәптерлерімізді алайық. Қазақ тілінен оқулықтың 71-ші бетін ашамыз. Кәне жинақтау, қаламсабыңды ұмытпа. Оқулықтың дәптерінің, жұмыс дәптерінің 55-ші бетін ашамыз. Кәне бәріміз құралдарымызды жинақтайық. Өте тамаша. Ендеше онда балалар сабаққа кірісеміз. Кәне бәріміз оқулығымызды ашайық. Оқулық ашық па балалар? Тамаша. Олай болса балалар, бірінші біз қоршаған ортада міндетті түрде біз табиғатпен байланысамыз. Үнемі іс-әрекеттер жасаймыз. Олай болса, бірінші суретке назар аударыңыздар. Балалар, мына балалар не істеп жатыр? Немесе не істеді? Әрине олар көктен келгенде көшет отырғызды. Көшетті түбін мықтап отырғызды. Екінші қыз бала көшетті ұстап тұрды. Үшіншісі оған су құйды, иә? Мінекей, енді қараңыз. Осы жерде балалар, біздер сөйлем құрастырып көрейікші. Балалар көшет отырғызды. Айша көшетке су құйды. Өте тамаша. Жарайсыңдар. Ал екінші суретке қарайық. Әсет пен Арман не істеді? Балалар, не істеп жатыр деп ойлайсыз? Кәне ойланайық. Иә, өте дұрыс. Балалардың қимыл атауларын білдіретін сөздерді атап шықшы. Бұл жерде балалар қандай қимыл жасады? Ілді, жасады, иә? Түрлі қимыл сөздерді білеміз екен. Ал олай болса балалар, ары қарай үшінші суретке назар аударайық. Нұрлан не істеді? Нұрлан жылқыны суарды. Немесе Нұрлан жылқыға су берді. Түрлі сөйлем құрастыруға болады. Балалар, енді осы сөздер қандай сұраққа жауап береді деп ойлайсыздар? Әрине, не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Бұл сөздердің барлығын қимыл сөздер деп атадық. Олай болса балалар, дәптерлерімізді ашайық. Дәптерлерімізді ашып, осы үш көрсетілген суреттің қайсысы саған ұнады? Сол суретке байланысты бір ғана сөйлемді жазып шығыңыздар. Қимылды білдіретін сөздің астын қос сызықпен сызуды ұмытпа. Кім қай суретті таңдады? Кәнекей, жазып шығайық. Жазуымыз өте әдемі болсын. Нұрлан жылқыны суарды. Мысалы, Айша көшетке су құйды. Немесе сіз өз ойыңыздан құрастырып жазыңыз. Және қимылды білдіретін сөздің астын қос сызықпен сызуды ұмытпа. Жарайсың. Тамаша. Тамаша жұмыс болды, балалар. Олай болса, барлығымыз оқулығымыздың 78-ші бетіндегі екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Балалар, қазір біздер бейнеролик тыңдайық.
Балалар, бейнероликтен сіздер нелерді көрдіңіздер? Әрине, үй жануарларын көрдіңіздер. Ал жануарлар қалай дыбыстайды екен? Дыбыстарын естідіңіздер ме? Олай болса, екінші тапсырмада біздерге үй жануарлары берілген. Осы үй жануарлары қалай дыбыстайды екен? Кәне, бәріміз назар аударайық. Кәне, сіз өз ойыңызбен мына тұрған жануарларды қандай дыбыс шығаратын сәйкестендіріп көр. Бие не істейді? Бие дегеніміз балалар жылқы. Құлындаған жылқыны біздер, яғни ана жылқыны бие деп атаймыз. Бие не істейді? Кісінейді. Түйе не істейді? Ойланыңыз. Қой не істейді? Қалай дыбыс шығарады? Сиыр қалай дыбыс шығарады? Қандай дыбыс шығарады, яғни? Ешкі қалай дыбыстайды? Ит қандай дыбыс шығарады? Тауық қалай дыбыстайды? Мысық қалай дыбыстайды? Сен үйлестіріп сәйкестендіріп көрдің бе? Олай болса, дұрыс жауаппен өз жауабыңды салыстырып көрейік. Бие. Келесі слайд. Кәне тексеріп көрейік білімізді. Бие, жылқы немесе кісінейді. Дұрыс па сенің жауабың? Түйе. Түйе боздайды. Дұрыс па жауабың? Кәне тексеріп көр. Қой. Қой маңырайды. Сиыр. Сиыр мөңірейді. Жауабыңмен салыстыр өз жауабыңмен. Ешкі. Ешкі бақырады. Әрине, бұлардың барлығы төрт түлік малдар. Ал енді үй жануарларына келіп тоқтайық, үй құстарына. Ит үреді. Тамаша. Тауық қыт-қыттайды. Мысық мияулайды. Өте тамаша. Балалар, егер де сіз кішкене ғана қателессеңіз, оған ештеңе етпейді. Алдағы уақытта қателеспейтін боласың.
Кәнекей, енді балалар дәптерлерімізді ашып, келесі жұмысты, осы жұмысымызды дәптерімізге әдемілеп отырып жазайық. Ол үшін дәптерлерімізді көлбей қоямыз. Өзіміз кеудемізді тік ұстаймыз. Кәне, осыны жазылым түрінде жазып шығайық. Жазып отырған кезде қарамен берілген сөздер қандай сұраққа жауап береді? Мөңірейді. Қандай сұраққа жауап береді? Дұрыс-ақ. Мөңірейді. Не істейді? Тамаша. Неге балалар? Өз жұмыстарыңызды әдемі, толық аяқтауыңызды сұраймын. Ендеше балалар, мен сіздерге бір қысқа ертегі айтып бергім келеді. Ерте заманда морфология деген бір үлкен патшалық болыпты. Осы патшалықта патшаның 9 баласы болған екен. Осы 9 баласына патша бір күні: балаларым, мен қартайдым, сендерге өз еншілерімді бергім келеді. Кәне бәріңіз жиналыңыз дейді. Ол кезде патшаның үлкен баласы жетіп келіп: патша, мен заттарды алғым келеді. Бұл заттардың барлығы мен үшін құнды. Сондықтан маған зат есімді беріңізші дейді. Әкесі риза болып, патша оған зат есімді берді. Одан екінші баласы жетіп келеді. Ол өте бір сәнқой бала еді. Сондықтан ол: маған қандай әдемі заттары бар, қандай тәтті заттар бар, осылардың бәрін маған беріңізші дейді. Патша оның сөзін құптап, оған сын есімді береді. Одан кейін үнемі санап жүретін баласы бар екен патшаның. Ол да жетіп келіп: әке, мен сан санағанды өте жақсы көремін ғой, сондықтан маған қандай сандар бар, соның барлығын маған беріңізші деп жалынады. Сол кезде патша оған сан есімді ұсынды. Бір кезде патша 4-ші баласын іздеп таба алмапты. Содан соң айқай салып: қайдасың, етістік деп айқайлапты. Бір кезде етістік деген баласы жүгіріп келді. Әке, мен үнемі қимыл жасап жүрем ғой, анда шауып келдім, мұнда көмектестім деп ырс-ырс етеді. Сол кезде патша айтады: сен қандай енші аласың менен? Сол кезде ол айтады: мен үнемі қимыл жасап жүргенді жақсы көрем ғой, әке. Сондықтан да маған қимыл, іс-әрекетті беріңізші, менің атым етістік қой дейді. Олай болса патша оған қуанып, оның жасаған іс-әрекеттері үнемі өте жақсы болғандықтан, патша: мен осы баламның қолында өмір сүремін, және мен осы баламды құрметтеймін деп етістіктің қолында қалыпты. Сөйтіп, үнемі етістік шапқылап, елдің бәріне көмек беріп, қимыл жасап жүреді. Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымызда сол патшаның керемет көмектесіп жүретін ұлы етістік деген тақырыпты өтіп жатырмыз. Сол себептен заттардың егер қимыл, іс-әрекетін білдіретін сөздер болатын болса, бұл сөздерді біздер етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, мына суретте мысық не істеді? Мысық мияулады. Мысық не істейді? Мысық ұйықтады. Мысық не істеді? Мысық жіптермен ойнады. Мінекей, бұл сөздердің барлығы қимыл, іс-әрекетті білдіреді, яғни етістік. Балалар, сіздерге түсінікті ме? Ол туралы біздер кейіннен сұрақтарға жауап беретін боламыз. Олай болса, балалар, қазір 3-ші тапсырмаға кезек берейік.
Үшінші тапсырма. Қазір мәтінді оқып шығамыз. Және осы мәтінге ат қояйық. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Қайыңнан түрлі үй жиһаздары жасалады. Оның майымен былғары өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Қайың аса пайдалы ағаш. Ал балалар, мәтінге ат қойып көрдіңіздер? Мәтін не туралы? Мәтінде не туралы айтылған? Әрине дұрыс. Қайың туралы айтылған. Қайың бұл ағаш. Ал енді балалар, мәтіннен етістіктерді тауып көрейік. Бірінші сөйлемнен жарайсың. Жарайсың. Өңгеледі дейсің бе? Жарайсың. Өткізбейді. Тамаша. Жарайсың, балалар. Балалар, сөйлеуде етістік не үшін қажет? Егер біздер бірінші сөйлемдегі етістікті алып тастап сөйлеп көрейікші. Қайың тегіс және таулы жерлерде. Сөйлем түсінікті ме? Әрине түсініксіз. Сондықтан да міндетті түрде сөйлемде не болу керек? Етістік болу қажет екен. Жарайсыңдар, тамаша. Ал енді осы жерде былғары деген сөз сізге түсініксіз. Оны біз қазақ тілінің сөздік жұмыстарында берілген сөздерден қарап өзіміз ізденеміз. Сөздік жұмысы оқулықтың соңғы бетінде тұр. Кәне ізденіп өзің жауабын тауып көр. Ал біз келесі тапсырмаға көшейік. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада мәтінді негізгі сөздің мағынасына қарай етістікті қойып оқимыз. Кәне ойланыңыз, бұл мәтін не туралы болмақ? Көктем, жер, күн, найзағай, құстар. Яғни бұның ортақ әңгіме не туралы болмақ? Кәне ойланып көріңіз. Әрине көктем мезгілі. Дұрыс айтасыздар. Кәне ойланып көрейік. Көктем келді ме, әлде шықты ма? Тамаша. Жер не істеді? Жарайсың. Күн. Тамаша. Найзағай. Жарайсың. Құстар жылы жақтан не істеді? Ұшып келді дедім. Тамаша. Мінекей балалар, біз бұл мәтіннен көктемде болатын құбылыстарды қарап, орнына қойып шықтық. Ал енді балалар, бұл мәтіннің қай түріне жатады? Ойланып көріңізші. Сипаттау мәтіні ме? Жоқ. Әңгімелеу ме? Иә, жарайсың. Тамаша. Мінекей балалар, біздер төртінші тапсырмада ойдағыдай орындап шықтық. Тамаша, жарайсыңдар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұлай болса, балалар, келесі тапсырма дәптермен жұмыс. Сондықтан да біз білетін 5 жолды өлең жазып, өлең құрастырып көреміз. Дәптерімізді ашайық. Дайынбыз ба? Теңіз тақырыбына үлгі бойынша 5 жолды өлең құрастыр дейді. Яғни бізде тірек сөздер белгілі. Сондықтан да сіз үлгі бойынша тапсырманы орындаңыз. Зат есім. Сын есімнен 2 сөз, етістіктен 3 сөз, сезімді білдіретін тіркес 4 сөзден тұру керек, және синоним сөз. Тамаша. Жарайсың. Теңіз сөзіне
Қандай синоним сөздер қойдым? Жарайсың. Тамаша. Олай болса, өзіңді 1, 2, 3 деген бағам бойынша осы жұмысыңды бағалап көр. Жарайсың, балалар. Тамаша, жұмысымызды аяқтадық. Келесі. Ал енді балалар, сіздер үйге тапсырмаға 5-ші жаттығуды аламыз. Ол оқулығымыздың 73-ші бетінде. Онда берілген жұмбақтың шешуін тауып, және ондағы етістіктерді табасыздар. Және ережені еске сақтауымыз міндетті түрде қажет. Ал енді балалар, осы сабақты қорытындылау үшін сіздер өздеріңіз осы сабақтан алған білімдеріңді Білген академиясының порталындағы тест жауаптарына жауап беріп көр. Тест сұрақтарына жауап беріп көр. Сау болыңыздар, балалар.